Мен қандай тақырып көтерсем де, бұл менің басымнан өтті немесе өтіп жатыр дейтін адамдардың есебі жоқ. Кешегі жазбамнан кейін де балаларым далада қалмасын деп барынан айырылып, өздері күн өту үшін түрлі салаларда жұмыс жасап, суық вагондарда жатып жүрген азаматтардың аз емес екенін байқадым. Ата-бабаларымыз отбасын бұзылса да шаңырағың шайқалмасын деп бекер айтпаған. Себебі олар баспанасынан айырылу, басынан айырылу деп білген. Осы бір пәтермен барлығы шешіліп кетсе мейлі ғой, ертең араны ашылған әйел заңның мүмкіндіктерін пайдаланып алиментке талаптанады. Сонда өз басына пана таппай жүрген, қаңғырып жүрген ер азамат балалардың жоғын қалай бүтіндейді? Біз заң жүзінде де, психологиялық тұрғыда да ер азаматтарды әбден тығырыққа тіреп біттік. Еркектерді езіп, оның беделін түсіріп, тірі құлға айналдырған қоғамда қандай береке болсын? Біз өз қолымызбен азаматтарымызды осылай жоятын болсақ, онда біз ертең Құдай сақтасын елімізге бір қауіп төнетін болса, онда біздің елімізді, мемлекетімізді, ұлтымызды, болашақ ұрпақтарымызды кім қорғайды? Қорлық көріп өскен ұлдан қандай айбат, әкесіз өскен қыздан қандай иба күтеміз? Ертең 1 шілдеден бастап ұсынысқа енгізілген заңдар қаралып, ата заңымыз күшіне енейін деп отыр. Парламентте отырған көкелері, егер сіздер еркек болсаңыздар, өз еркектеріңізді қорғайтын бір пайдалы заң шығарасыздар деп үміттенемін. Себебі күндердің күнінде сол заң өзіңізге де керек болып қалуы мүмкін.